Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта 2023-24 оқу жылында өткен ауыл олимпиадасы математика пәнінен 9 сынып 1 кезең тапсырмалары 16 есепті шығарамыз. Қосындының мәнін табу керек екен. Бізге сондай 5 бөлшек береді. Солардың қосындысын табу керек. Мына жерде ортақ бөлімге келтіріп шығаруға да болады 5 бөлшек қана. Бірақ кейде 100 бөлшек, кейде 1000 бөлшек беріп қояды. Олардың барлығын ортақ бөлімге келтіріп қосу мүмкін емес. Сондықтан мына жерде де басқа жолын қарастыру керек. Енді мына заңдылыққа байқайтын болсақ, 4-тен 1-ді азайсақ 3 болады, 9-дан 4-ді азайсақ 5 болады екен, 16-дан 9-ды азайсақ 7, 25-тен 16-ны азайсақ 9, 36-дан 25-ді азайсақ 11 болады екен. Сонда мына бізге берілген бөлшектердің әрқайсысын екі бөлшектің айырымы түрінде жазуға болады екен. Бірінші бөлшекті 1 бөлінген 1 азайту 1 бөлінген 4 деп жазуға болады. Ортақ бөлімге келтіріп толықтауыш көбейтіштерін жазып жіберсек, сонда 4-тен 1-ді азайтамыз 3 болады. Мына ортақ бөлім 1 мен 4-тің көбейтіндісі болады екен. Өйткені олар өзара жай сандар. 5 бөлінген 4 көбейту 9 жазақ екен. Онда жазуға болады 4-тен 1 азайту 9-дан 1 деп. 9-дан 4 азайтамыз 5 болады. Ортақ бөлім 4 пен 5-тің көбейтіндісі болады екен, өзара жай сандар болғандықтан. 7, 9, 16 болсын. Енді 10, 9-дан 1 азайту 16-дан 1 деп жазуға болады екен. Мына жер 16-дан береміз. Мына жерге 9-дан азайсақ 7 болады. Ал ортақ бөлім 9 бен 16-ның көбейтіндісі болады екен. Оларды көбейтіп мәнін табудың қажеті жоқ. Енді 9 бөлінген 16 көбейту 25 жазуға болады. 1 бөлінген 16 азайту 1 бөлінген 25. 25 азайту 16 азайтып жіберсек 9 болады екен. Ортақ бөлім екеуінің көбейтіндісі болады. 16 мен 25-тің. Енді соңғы бөлшек 11 бөлінген 25 көбейту 36. Онда солай жазуға болады. 1 бөлінген 25 азайту 1 бөлінген 36 деп жазуға болады екен. 36 толықтауыш көбейткіш. Мына жерде 25 азайтсақ 11 шығады. Алымында бөлімі 25 көбейтілген 36 болады екен. Енді мына сандарды қарай, осы сандардың барлығын қосып шығуымыз керек. Мына сандардың барлығы. Осы сандарға қарай қиын. 4-тен 1 минус мына жерде плюс жойылып кетеді. 9-дан 1 мына жерде минус, мына жерде плюс. 16-дан 1 минус мына жерде плюс. 25-тен 1 мына жерде минус, мына жерде плюс. Барлық жойылып кетті. Бірінші бөлшекпен ең соңғы бөлшек қалды. Сонда 1 бөлінген 1 азайту 1 бөлінген 36 қалды. Ортақ бөлімге келтіріп жібереміз. Толықтауыш көбейтіштерін жазамыз. Сонда 35 бөлінген 36 қалады екен. Мына тәсілді телескоп тәсілі деп атайды. Телескоп. Телескоп тәсілі деп атайды екен. Телескопта бастапқыда ұзын болып тұрады, оны қысқартуға болады. Сол сияқты мына ұзын бөлшектердің қосындысы қысқарып соңында екеуі ғана қалады екен. Сол екеуін азайта саламыз. Жауап шығады сонымен 35 бөлінген 36. Бұл жауап болды. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.